Менің дым көңіл күйім жоқ. Қызым кетіп қалды, тамақ істемеймін деп, сонымен жанға заказ бердік тамақты бүгін. Ертең ханым істеймін мен. Қызым келіп жатыр. Шайзе! Сәлем, елдің түк жоқ жемқорлықта. Білем, түк жоқ екен. Бәрібір сол елді сағынам ғой. Достар, шашымды жуғам ғой, өзі кеуіп жатыр. Ну да, дура. تبلغ الفيزا ذو سهولة لأن استئناف الفيزا الاحتياجية جوه الامتحان. أنا بعد бәрібір сол жаман қазағымды сағынам ғой. Қайырлы түн. Кеттік ал онда огородқа барайық. Ана бара бір не бар ғой? Тышқан секілді өлеуші. Деп айғайлайтын, соқсап айғайлағым кеп тұр достар, ішім пысты. Маған негізі жұмыс жасау керек, білесіңдер ма? Маған үйде жатпау керек. Мен қарап жатып қайғыра берем. Маған жұмыс жасау керек, ақша табу керек па? Немене сондай? Үйде жатсам қарап жатып қайғырам мен. Прикинь? Осы елдер үйде жатқан жақсы көреді ғой. Ой, Алла. Телефон экраны бычыт болып тұрғын. Не жаңалық болып отыр? Шашты тараған жоқпын. Потому что міне менің табиғи шашым, достар. Табиғи түрі. Табиғи түрі. Кеңдер кім әңгіме айтасыңдар ма, достар? Достар, тіркелмесеңдер қабылдамаймын. Ренжімеңдер, я? Тіркелгендерді ғана қабылдаймын. Лайк басамыз. Тоқтамай лайк басамыз, достар. Камераны сүртіңіз дейді. Қайқа сүртем? Етегімен сүртем ба? Ойбай, енді тұрыс болма? Америка ма дейді. Жоқ, Голландия. О, әжім бәрі көрінетін болды десе, әжімдердің бәрін әжімін қарындашына. Сендерге өтірік күлем деп әжім болып жатыр мен. Голландия. Түн болса да жаздың мезгілінде сендер 12-1-ге шейін үйге кірмейтін жарсыңдар, ыстық қой. Баяғыда мен Нұрсаттағы сағат 1-ге шейін далада жүретін едік қой. Үйге кіруге невозможно. Бірінші этаж, кондер қойдырмаймын мен үйге, балаларым өкпесі ауырады деп. Бірінші этаж салқын болмайды, бәрібір. Бірінші этаж болса да. Лайк басамыз, достар, лайк. Мен орысша білмеймін, Серік, чем занимайтесь там дейді. Мен қазір таза ауаның директоры болғанмын, жұмыс жасап жатқан жоқпын. Айтпақшыдай, бізге ноябрьден бастап жұмыс істеуге рұқсат беріп жатыр. Ноябрьден бастап жұмыс жасауға болады екен. Жақта не істеп жүрсің дейді. Осы жақтың азаматтығын алайын деп жүрмін, юзер. Осы жақта өмір сүрейін деп жүрмін. Сөйтіп, осы жақта балаларымды оқытайын деп тұрмын. Коррупциясы жоқ, білім тегін, денсаулыққа дұрыс қарай аласың. Европаның визасын алып алсаңыз, барлық мемлекетке безвизовый режиммен, Америкаңа да, Жапонияңа да, Кореяңа да, барлығына 89 мемлекетке қыдырып жүре береді екенсің. Жылына 2 рет шетелдерге путешествие жасап, балдарымды осында оқытып, біз не істейміз дейді. Мен бірнәңе қыласыңдар енді өздерің. Сәлем құрдас дейді, сәлем. Көршілеріңіз ба дейді, телефонмен сөйлесіп отыр, я. Бәрі ана музыка қойған екен, далаға шығып кетті ғой. Сендер не аласыңдар, сиырлардың көтіне памперс кигізесіңдер. Өзде балалардың көтіне памперс кигізгендерің азда, енді сиырдың көтіне памперс кигізесіңдер. Себебі кеше мен мамам сиырларының көшеде пададан кеп көшеге шыққан екен.
5800 теңге штраф төледі. Сонымен анау пададан келіп жатқаннан қуалап жүреді, тышпа деп. Падашыға обал болды, сол жақта бәрін тыштырып, тосып, үйге жеткенше көшеге тыштырмай әкел деп бейшараға. Сорлы қазақ өзіміздің аузымызға құлып қойдырғанымыз аз еді, енді сиырымыздың көтеніне шейін құлып қойып жатыр бұлар. Қуып жүр ғой мен балам. Апа, есікті ашыңыз, қазір сиыр көшеге түшіп қояды. Мен сиырда деп келіп жатыр да. Артынан жүгіріп жүр, қуып жүр, оны түшкізбайшы. Жай кесе түшіп келе береді олар. Апа қуып, ана неден пададан келіп жатқан біздің көшенің басына түскеннен балам қуып келе жатыр. Есікті ашыңыз, апа, есікті ашыңыз, дарбазаны, қазір көшеге түшеді. Қуып жүріп кіргізіп жатыр, ақыр заман ғой. Айтамын ғой, Тоқаев прямо Қазақстанның жаңағы экологиясын тазартып алып алғандай, Семей жақтын неғып тазартпайды. Сиырдың көтіне түсіпті енді, штраф өндірмегендер. Енді ұлттық қорда ақша жоқ қой, қайтеді енді. Мемлекеттің байлығының бәрін тонап, ұрлап, халыққа айлық, пособия, жаңағы зейнетақы тауып бере алмай, сол штрафпен неғып жатыр ғой. Түсінбедім қай жақта дейді. Жаңа базарда Үлгіліде Тастанбеков 25 деген Тастанбеков деген көше бар. Сол Тастанбеков көшесінде біздің төркіннің сиыры өтіп баратып шықты. Соменен бір көрші соның суретін алып әкімшілікке арызданыпты. Сомен участковой келіп, сиырыңыз тышып, мынау сіздің сиырыңыз, фотодағы сиырыңыз осы көшенің бойына тышыпты деп ағама 5800 теңге, 5800 теңге. Бір аптада, бір айтады, осы 5800 теңгені бір аптада төлеп тастасаңыз, осымен кетесіз. Егер 2 аптада төлесеңіз, 11600 теңге болады. 3 аптада төлесеңіз, 19800 теңге болады деп. Сонымен ойбай қой деп ағам қолына наличка санап беріпті ғой, мә, ала кетіп, бастан құлақ садаға деп. Осылашы. Не ол нәрсе? Сиырдың боғына штраф салды. Срочно қосың дейді. Қоспаймын срочно. Тіркел маған. Бірінші тіркелесін, сосын қосам. Сосын өзімнің ағайын жеңгем бар ғой, енді бір фамилиядан біз Қарашаңырақтағы. Әкемнің әкесінің үйі. Сол үйдегі Қарашаңырақтағы жеңгемнің бұзауы көршінің несіне шарбағына кіріп тышқан екен, оған да 5800 теңге төлепті. Тіркелдің ба? Тіркелсең ғана қосам досым. Лайк басыңдар, лайк. Тіркелмесеңдер қоспаймын достар. Айттым ғой, менің эфирімді менің тәртібіме бағынасыңдар. Лайк басыңдар, 1000 болайық кішкене. Сонымен әбден шексілем қатып өлдім. Маған айтамын, көрдің бе? Қалайсыз? Жақсы, саламатсыз ба? Жақсы. Айта бер. Сен осындай тақырып айтпастан бұрын, егер қазақтың қызы екенсің, мұсылман қыз екенсің, өзің дене бітіміңді жауып, нормально отырып, орамалын тартып отырып айтпайсың ба? Не мынау отырсың? Иди нахуй, түсінің ба? Иди нахуй. Түсін ба? Яқпай ма, давай я. Мен тәрбиелейтін сен кім едің? Шындық өзіңе жақпайды, я? Сен мені тәрбиелемей-ақ жөніңді түзе, түсінің ба? Иди нахуй, мені тәрбиелемей-ақ жөніңді түзесен. Сен олай мен жеңбей-ақ қой, өзіңді, өзің бала-шағаңды тәрбиелеп ал, түсінің ба? Иә, сен мені тәрбиелемей қой, мен саясатты айтам ба, айтпайым ба? Не ем, не ішем, не жейм, сенен сұрамаймын, түсінің ба? Сен қазақтың қызы екенсің, нормально отыр. Қайтем қазақтың қызы болсам, немене қазақтың қыздары неме орамал тартып қойып, орамал айналайын. Өзіңнің қатыныңа, қызыңа, бала-шағаңа еге бол. Түсін ба? Мен басыма орамал тақсасын, сен кім едің? Өзің құлап жатып сүрінгенге ақыл айтпай-ақ қой сен, түсінің ба? Мықты екенсіңдер, ана көтін ашып, әрине, надансыңдар, өздеріңнің өздерің талап етесің ғой, айткүл, сәлем, бетін ашып көрші, бетін аш, көрейік сен. Тәрбиелі еркектің түрін көрейік, сен көрсетсе бізге тәрбиелі, дава бетін аш. Ашамайды бетін.
Oltu, barba, mein Gunnoy Mursal, Nida bas. Келемін. Ей, жан, үйреніп өтті. Аш қыз бетін. Алып қой бір Не қыласың нәрсеге. мен бетімді? Мен жеп алдым ғой Сен жаңа. бетін көйіп та сен біреуді әңгіме қылғанды бірінші өзің көрсетсең, өзің кішкене не киіп отырсың ба, мынандай паранжа киіп отырсың ба, басында орамал тағып отырсың ба? Мен отырысына Сен деп не бар ма, паранжа бар ма, өзінде басына орамал таққансың ба? осындай бір ұлтшыл патриот қыз отырыс. Жоқ, сен өтірік нетпей ақ қой, сен айтшы енді, тәрбие береді. Сен басында паранжа бар ма, басына орамал таққансың ба? Жоқ, мен еркек адаммын. Мен еркек Сен адаммын. еркек емес, әйелсің ғой. Сен де көрсетсе ана. Еркектігіңді маған көрсетпей ақ сен анау елдің төрінде көтін ашып, төсін ашып, жаңағы элитный экскортпен айналысып, қазақтың қыздарының етегін ашып атқан анау бүкіл бесіктегі балаға шейін тәрбиелеп жатқан ана қалаулым деген, бір болайық, бір жатайық, бір тұрайық деген бағдарламаларды тоқтатып ал сен бірінші, түсінің ба? Атың кім вообще? Жеті даже атың жоқ. Тоқта сен даже атың жоқ. Мен 40-тағы қатынмын, мен демократия жасаушы қатынмын. Шашымды ұстарамен алып тастасам да мен өзім білемін. Түсінің ба? Сен бірінден өзіңнің есігіңнің алдындағы балаң менен қатыныңа еге бол. Gunnoy Mursal, Gunnoy. Атың кім бұл? 707 атың кім? Атың жоқ, не суретің жоқ. Адам бірінші тәрбие берген соң өзі кішкене атымен көрсетіп, жаңағы кімнен ақыл сұрап, ақыл айтып отқанын есту керек қой. Сен не атың жоқ, не затың жоқ. Бір минут тыңда мені, бір минут просто айтып алайын. Жоқ, сен Сені тыңдайтындай, сен кімсің, сені тыңдайтындай. Атың жоқ, затың жоқ, фотоң жоқ, кімсің сені тыңдайтындай. Мен пәленкей мені тыңда деп, тыңда деп бетіңді аш бірінші, өзің сен тыңдату үшін бірінші мен сен түріңді көрейін. Кедаки, мен сөйлесіп отырмын ба, голубой, мен сөйлесіп отырмын ба, бетіңді аш бірінші. Хиджабың бар ма, көрсетсе өзің. Хиджабыңды көрсетші өзің, давай, хиджаб көрсет. Камеранды аш. Бар ма хиджаб? Күндіз Иван, түнде Иван болып жүргендер ғой, нәпсілерін тоқалдықпенен қандырып, халықтың қалтасынан садақа жинап, күн көріп, 4 қатынды бала шағаны белін ауыртамай, халықтың садақасымен жаңағы бағып отырып та, кісінің ақысын жеп. Сөйтіп отырып мен тәрбиелегілерін келе ма? Басыңа орамал тақ, хиджаб ки деп. Айналайындар, мен демократияның адамымын. Так что мен тәрбиелемей ақ, жөндеріңді жүндеп, ана екі қолдарыңа бір күрек неғылып, еңбекпен бала бағыңдар. Біле білсем, нәпсілеріңді де халықтың ақшасыменен, садақасыменен қандырып отырсыңдар. Нәпсі құмарлар. Сетушкалар неге тиісерін білмей енді киген киімге тиісіп жатыр ма? Тиіссең барып жаңа қаншама қыздар отыр, кеудесін ашып отқан, соларға тәрбие бер. Жоқ, маған айтады, шашыңды жинап, орамал тақ дейді маған айтады. Өзің білетін шығарсың, орамал тағасың ба тақпайсың. Жоқ, өзінің хиджабын көрсете ма деп едім, мен көрсетпеді ғой. Хиджаб жоқ қой, өзі суреттерін қойамайды, аттарын жазамайды, әбләз қайырымдылық қорларды да. Енді бізде мысалы үшін ұлттық қорды толтыратын қарапайым халық емес қой. Ұлттық қорды кәсіпкерлер, бизнесмендер төлеу керек, жылына миллиондап, миллиардтап. А солардың бәрі Назарбаев әдейі істеп қойған, баяғыда бөбек қорын ашты да, бөбек қорын қаржыландыратын компаниялардың барлығын салықтан босатты. Салық кодексінде 367-368 бапты қараңыздар. Анау кімші? Бізде бизнесмен болған ғой Назарбаевтың кезінде, Барлық Меңдіғазиев қазір Америкада отырған. Сол кісі өзінің бизнесінен жаңағы жетімдер үйіне қайырымдылық қор жасап атқан кезде осы бөбек қорынан келген. Сіз неге өзіңізден өзіңіз барып арнайы мемлекетке салық төлеп отырсыз бизнесіңіз үшін? Және неге жетімдер үйін қаржыландырып отырсыз? Сіз одан да салықтан босатылу үшін давайте Сара Назарбаеваның бөбек қорын қаржыландырыңыз деп үгіт насихат жасаған. Барлық Меңдіғазиевқа алдында интервьюында айтып берді. Сол кезде жоқ, мен салық төлеймін, заодно салық төлеймін, заодно именно жетімдер үйін қаржыландырамын деген. Көрдіңіздер ма? Бұл Назарбаевтың істеп қойғаны. Назарбаевтың өзі ұлттық қорға ақшаны түсірмеу үшін жаңағы сондай салықтан босатып тастады да, байларды, бизнесмендерді әдейі сөйтіп қайырымдылық қорларды көбейтті. Ең бірінші бізде қайырымдылық қоры сол бөбек қайырымдылық қоры шықты ғой Назарбаевтың кезінде, Дариға Назарбаева, например. Олар деген миллиондап, миллиардтап ақша төлейді. Ал қарапайым халықтың салығынан ұлттық қор көбеймейді.
Ал ана миллиардтаған адамдар салықтан босатылғаннан кейін әрине біз кедей боламыз. Әрине біздің біліміміз, денсаулығымыз, айлығымыз, пособиямыз, зейнетақымыз, жәрдемақымыз, жаңағы зейнеткерлік жастағылардың несі, пенсиясы барлығы аз болады. Сондықтан біздікі өспейді. Себебі ұлттық қорда ақша жоқ деп отырады. Қазынаға ақша түспейді. Қазына ақша түспегеннен кейін жаңа штрафпен күн көреді. Толтырып айтары. Бұл сұмдық қой бұл. Мен даусым естіліп отыр ма? Естілмей қалды ма? Иә, естіліп жатыр Аян аға. Жаңағы қазынаға ақша түспегеннен кейін жаңағы ұлттық жаңағы жер асты байлықтардан қаржы түспегеннен кейін ол дефицит бюджет дейді. Сондай келеді. Ал мынау халықты асырау үшін бұлар жаңағы штрафты ойлап тапты. Штраф деген ол түседі, сол ақшадан әйтеуір күн көріп жаңағы депутаттарға бөлінеді ақша, жаңағы налоговыйда әр салада жұмыс істейтін мұғалімдерге жалақы әйтеуір сөйтіп, бұл сұмдық қой, Құдай сақтасын. Сонда анау көмірдің қызығын бір адам, ана темірдің қызығын корейс көрсе рахаттанып, маған кажется, олар уже қазір Назарбаевқа да бағынбайды уже. Демал дейді. Сондайдың арқасында бізде блогерлер көбейіп кетті да, Аян аға. Блогерлер қайырымдылық жасаймыз, сбор ашамыз деп. Блогерлер қалай байып кетті, достар? Блогерлер ұлттық қорға салық төлемегеннен кейін байып кетті. Көз алдарыңызда 5 жылда пәленбай миллиард теңге тұратын үйлерді алды блогерлер, қайырымдылық қорлары ашып, например. Оның барлығы қаяқтан жиналды? Блогерлер бір жерасты немесе бір бизнеспен жасаған жоқ қой. Халықтың қалтасынан тонады да, көрдіңіздер ма? Халықтың қалтасынан тонап, сбор жинап, ұлттық қорға ақша төлеген жоқ, бірақ өздері байыды. Маған ең өкініштісі, қарындасым, алтын қарындасым, ең өкініштісі, қайран осы қазағымыздың түскен ақшасының бәрі таран-таразға салынып, бұлар айта алмайды ғой, дәлелмен айта алмайды. Мен өз біліммен таптым, өзім ғылым аштым, бір пойыз шығардым, вагон, самолет ойлап тауып жатырмын. Болмаса анау теледиба сияқты бір үлкен ауқымды космосқа бір өзімнің үлесімді қостым деп айта алмайды ғой. Бұлардың бәрі бұл халықтың ақшасы. Мынау сізбен біздің мынау болашақ, мынау кішкентай мынау дүниеге келген кішкентай нәрестелердің ақшасы, мына кішкентай балапандарды көрсетейін десем. Сол ақшаны бұлар таран-таразға салды. Енді ол ақшаны алу да қиын, бұлар қызығын да көре алмайды. Қызығын көрсе дәлелі жоқ қой, оны адал баю деген. Не деген сұмдық? Қазақстанда компания деп қояды мысалы. Бір машинаны әкеледі де 10 есе баға қосады, сөйтіп халықты қанап, қанын ағызып, анау ырду-жырду кредитті тағы да 3 есе қылып төлеп, стресс, сонымен не машинада жаңағы оймен, не ұйықтамай, давлениемен өледі, болмаса авариядан өледі. Бұның бар демографиялық соғыс, шындық қой. Ғылыми зерттеп беремін, әр саланы ғылыми зерттеген. 15 түрменің есігін ашып, әр қазақтың несімен сұхбаттасқан адамым мен. Бәрі жоқшылықтан қылмыс жасайды. Жоқшылық, осындай кең байтақ жерде, осындай елде. Ойлану керек қой, басшы деген ол саясаткер болу керек. Саясаткер емес бұл басшылар. Бұлар тек қана для себя жили, кайфанули, болды. А мен айтам, 10 қатын аласың ба, 20 қатын аласың ба, это твой проблема. Ну, сен мемлекеттік мүлікті таран-таразға салып, әкеңнен қалған дүние емес қой ол. Ол халықтікі, қазақтікі. Ну, бұлар полномочия солай пайдаланды, күшті президенттік билікті күшейтіп алды да, айналасына прокурорға жаңағы өзі сайлады, бас прокурорды өзі сайлайды, қорғаныс министрін өзі сайлайды, ауыл шаруашылық министрді өзі сайлайды. Сол әкімдерді өзі сайлағаны, оның бәрі соған бағынышты болып қалады. Бір адамға. Ол қандай реформа бұл? Қандай программа? Біздікі мүлде басқаша. Мүлде басқаша. Құдай қаласа. Көк тәңірім, Алла тағалам, жаным, Құдайым қолдаса, бір еткіземіз. Жақындап қалды. Еңсеміз көтереміз. Құдай қаласа. 40 жылда қазақтың қанын тойдырамаған Назарбаев, біз какой-то бір қысқа уақытта, бір 4-5 айда уже олар, уже 3-ші күні сезе бастайды өмірді, қандай екенін. 3-ші күні уже олар жақсы, жаманды сезе бастайды. Мен бір нәрсені айтқым келеді. Егерде то, что сендер көрмеген нәрсені көрсетем, оны өздерің жақсы жағынан, жаман жағынан екенін сезінесіңдер. Ал ол үшін реформа бар, программа бар, бәленбай бапта, тармақта заңдар шығып жатыр, жарыққа шығарамыз. Құдай қаласа. Тек бұлар өздері қылмыскер болып кетті. Көшеге шыққанда мен айтам, жаңа милиция азаматтарға да,
әскери қызметте сендер өте жоғары Аянаға жасап атқан реформаларыңызды, нелеріңіздің бәрін қағаз жүзінде бәрін түсіріп копия қылып әр жерге тастап кетіңіз. Ертең сізді таппай қалатын жағдай болса, реформасыңыз іске аспай қалмасын, жарай ма? Маған жеріп қойыңыз болмаса. Бұлар елдегі ақылды, жаңағы ойлап тапқыш қазақтың бәрін көзін жояды. Білесіз бе? Болмаса шетелге кетіп қалыңыз, сол қағаздарыңыздың бәрін алып. Мұхтарды не үшін құртты? Жаңағы Заманбекті не үшін құртты? Сәрсенбайды не үшін құртты? Осы Мұхтар Жәкішевті не үшін түрмеге тықты? Осылар қазақты байытып қоятын болды, мен жасамаған дүниені жасап қоятын болды деп көздерін жойды. Сондықтан көп айта бермеңіз. Елді өзгерген күні қағазыңызды алып шығасыз. Халық естін, әжептері халық жиналыпты ғой. Бұлар, мысалы мен айтқым келеді, бір өлім жазасы, мысалы тапсырыс береді, мысалы тапсырыспен адам өлтіреді. Сонда оған бір жақсы шара қолданудың орнына, сонда олар не? Оған қандай іс қозғалмайды? Не деген сұмдық бұл? Бұл қандай мемлекет боламыз біз? Қалай мемлекетті құрамыз? Болашаққа қандай үлгі не қалдырамыз біз? Ұят емес пе, Құдай сақтасын, ойлады. Ақшаны ұстап аламыз. Ақшаның кісімен бәрін еземіз. Залупа не угадали, олай болмайды. Мен қорқпаймын. Осы жерде жүрем. Келсе алдыма. Түрлеріңді көрсетіңдер, жоғарғы мәдениетті үлгілеріңді көрсетіңдер. Заң аясында жұмыс істеп жатқандарың менке дәлелмен айта аламын. Сендерге қандай основания мені мысалы ұстауға, көшеде тоқтатуға, өзің бастап қысып олай тұншықтыру. Оның бәріне жауап бересің ғой, Құдай сақтасын. Дәл солай істеген азаматтар, тапсырысты орындаған азаматтар қиын болады, жәндерім. Үйіңде ұйықтап жатқан жеріңнен жұлып әкетеді, бала шағаның көзінше, немеренің көзінше. Ол ауыр қылмыс жасап жатсың сен. Өте ауыр қылмыс жасап жатсың. Құдай сақтасын. Ана митингіге шыққан кезде бір рет осы алаңда екі келіншектің қабырғасы сынды. Өз көзіммен көрдім, тұрамай қалды. Скорыймен ито алып кетті ма бір. Екі, олардың қабырғасы деген кішкене ол қылмыскер емес қой. Жаңағы резервный группа дейді, алдында кольцоға қысады, артынан резервный группа барып екесе жаңағы итерген кезде жаңағы трос құсап айналады. Анау жаңағы асмасы бар, біреуінің зобы бар, құлап жатыр. Мен айтып отырмын, бауыр, мынау запретный прием ғой, мынау сен оны бір басқа бір қылмыскерлерге қолданатын нәрсе. Мен айналайын қарындастарым кісінде, мұның бәрі ол түсін, болашақ үшін. Сен шатаспаңдар дедім. Қылмыс жасамасыңдар дедім. Бұлар түсінбейді әлі. Значит, бұлар заңды білмейді. Значит, бұлар заңды білмеген, бұл заңды егер осылай пайдаланатын болса, заңның өзі ол қылмыс болып есептеледі. Оған шара қолдану керек. Бізде қазір заң жоқ, аға. Біздің заң қарапайым халыққа ешқандай пайда әкелмейді. Қарапайым халықты қорғамайды. Бұларды айтып отырмын, бұл шіріген жүйеге жұмыс жоқ, амал жоқ, біз не істейміз деп, солардың бірақ қылмысын одан сайын өмірін ұзаққа создырып жүрді. Қарапайым халыққа заң атымен талап етейін деген тыңдап керек емес. Заң біз, сен талап ететін халық біз, сен міндетін бізді қорғау. Так, картоп жармай жанға тұрасың бізбен бірге, болды. Сендермен басқа ләммейм сөйлесіп керек емес уже, болды. Акиматтың алдарына айтып отырмын ғой, киіз үй, каждый облысқа киіз үй дайдаңыздар, бірігіңіздер, ұяшыққа тіркеліңіздер. Каждый акиматтың алдында киіз үй тұру керек үлкен облыстарда. Сол жерден жатпай тұрмай, акиматқа кірмей мияқта ойында сол жерде отырып алыңдар, болды. Тамақтарында, қазандарында әкел, біз ашпыз, осылай Тоқаев пен Назарбаевтың жүйесі кетсін, қымбатшылық тоқтасын, налогтың бәрін қысқартсын, тегін медицина болсын, жұмыссыздықты бәрін алдырту керек та, болды. Саяси тұтқындардың баршасын босаттыру керек түрмеден. Баршасын босаттырып алып шығарып алу керек. Басқа керек емес, ләммим сөйлесіп керек емес. Ана ішкі саясаты, прокуроры, соты келе ма, сол жерден телефондарын бәрін дайындап, халық көп болса, сен бізбен біргесін, болмаса өзін сол жерде соттау керек. Сол жерде өздерін айтып отырмын ғой. Бұлар ертең қаңтар тағы да келе жатыр. Содан сабақ алайық, міне ағайындар, міне қаңтардағыдай емес, августтың 23-і жазда, қолайлы моментта бізге овощруктың бәрін пісіптір, тамақтардың бәрі арзан. Бұлар 40 жыл бойы әскери қылмыс жасады. Мен анау жігіттер жұмыс істеп жатқан жігіттерге айтамын, бауырым, өте қиын болады сенің жағдайың.
Өте қиын болады. Бұл жерде ұрлық жасап жатқан жоқ. Біреудің қорасынан ұстап алып жатқан жоқсың. Ол мүлдесін көтеріп жатыр. Біз өзіміздің үндеуімізді, мынау халқымыз, мынау болашағымыз не болады ертең? Ұрпақтарымыз мынау біз сияқты өрім-өрім болып жүрмесін, жұтылып кетпесін. Біз соның алдын алып жатырмыз. Ертең сен ойлама, құр сыйған қазір жалақы, стабильный жалақы бар, жаңағы үй берді, квартираң төлейді деп. Оның бәрі бір күнде мынау жаңа көріп отырсыздар ғой, мысалы Қазақстанға мысалы бір апта бар ғой, мұнай мен жаңағы бензин болмаса, олигархтардың бәрі, мынау блатнойлардың бәрі 3 күнде 4 күнде сынады. Жұтылып кетеді. Бұлар саясаткер емес, бұлар саясаткер бұлардың өздерінің болашағын мен әлде қайда айтам, дәлелмен айтам. Арийский раса Англияға, жаңағы немістерге, жаңағы Арабияда тұратын сояқпен байланыстырады, өздерінің жоғарғы мәдениетті ретінде. Олар біледі ғой бұлардың бәрі ұры екеніне, Құдай сақтасын. Қалай мұнеріңнен өтеді, мұнеріңнен сен қалай бала-шағаның алдында сен оған машина әперіп қойып, сен мен зерттедім, ғылыми зерттедім, міне 10 жыл мына мысалы қазір ауыр өмірде жүрмін, мұны әтей ғылыми зерттеп жүрмін. Ешқашанда мынандай қара жұмыспен болсын, жалақымен болсын, не үй жақсы, не машина жақсы өмір сүре алмайсың. Сен мынау бізде ғылым жұмыс істемейді, сенің денсаулығың бар, салауатты салт өмірің бар, демалатын жаңағы санаторийың бар, жақсы жаңағы баратын жерлерің бар, жақсы киінетінің бар, жақсы киінсең аяғынан сөз өтпейді, аяғың қақсамайды. Қазір міне жастардың бәрі ауру. Халықтың өзі ауру өзі. Жынды болып қалған міне. Міне біз 40 жылда жеткен нәтижеміз осы біздің. Жаңағы авариядан көп өлді, түрмеге түскен қазақтар өлді, халықтың саны ешқандай өскен жоқ. Ауыл аймаққа барыңыздар, бота тайлақты аралап көріңіздер, ауылда адам жоқ, мен қорқып кеттім даже. Есі дұрыс бір ауылдарға барсаңыз, түсте бір кешке адам жоқ. Құдай сақтасын, біз не болып баратыр өзіміз? Мына жерді кімге қалдырамыз? Анау жаңағы 300 адам анау олигарх байудың үстіне байып жатыр. Енді олар тоқтатамайды. Қара Қытай. Қазір досы да, дұшпаны да бәрімізге бірігетін уақыт келді. Басқа дым емес. Елін, жерін бәрі кетіп жатыр. Енді қызын, қалған болашағын соларға қол болмасын десек, айтып отырмын, бәріміз бірігу болды. Үлкені бар, кәрісі бар, жасы бар, кішісі бар. Айтып керек, ана студенттерді, сендерді, волонтерларды пайдаланып жатыр. 23-ші міне құрылтайдың кезінде как раз міне халық көп жиналады. Айтып отырмын ғой. Даже ана мұғалімдерін ертең тарихта қара беттер болып қаласыздар. Бұл жүйе түбі өзгереді. Сендерді директорлердің бәрі қазір қыспаққа алынып, соларға сопутствие жұмыс жасап, сіздер жұмыстан шығарамыз деп қорқытып, сондай нәрсе жасап отыр ғой. Дайындалыңыздар, сіздер де дайындалыңыздар. Мына акиматтағылар костюм шалбарды киіп алып, талтан. Бұлар комфортқа үйреніп қалған аға. Бұлардың айтып отырмын ғой, акимат машиналары көтасында жалдаулы, үйлері жалдаулы, газы, бензині төлеулі. Бәрі мен шығам, мен сен уайымдама, сен мен білмейсіңдер әлі. Нәрсе, сендер өтірік мен немді бөлмей қойшы қалай қаласа. Қытайдың экспансиясымен олар 2 миллиардқа кетіп баратқан халық. Тем более өте бай. Бұлармен басқа білім қалған жоқ сөйлесуге. Бізді сөйлесіп керек емес уже. 10 миллионнан аса халық. Міне біздер назар аудартып отырысып жатыр. Міне Серікжан аға міне конгресске кірді, назар салып жатыр. Міне бүткіл айтып отырмын, қаңтардағыдай болмайды. Орыстың әскері кіре алмайды. Өздері соғыспен шағып жүр, міне өздері қырылып өліп жатыр. Орыстың өзі 30-ға тайрандап жатыр. Міне шешендер, дағыстандықтар, якуттар, башқұрлар, татарлар бәрі бас қосып жатыр. Бұл мүмкіндікті ешкім жібергісі келмей жатыр. Аяқ асты құрылтай, мына партия әділет деп не үшін өзгеріп жатыр дейсің? Ана ұры сатқын депутаттар өздерінің артына ана брачкелерін, сестренка әртістерді, халықтың алдында жүрген маймылдарды қойып кетіп жатыр да. Ертең под горячую руку бәрін попадать етсесіңдер, сопутствовать еткен адамдар. Олигархтар айтып отыр, ақшасымен отыр, міне қанша дұшпан біреу, мына Тоқаев пен Назарбаевтың жүйесін өзгерту. Кім соларды қолдады, солардың бар дұшпан болды, басқа дым емес. Ләммем сөйлесіп керек емес, даже черный список, қанша ішкі саясат комитеті болсын, көргісі не істеп, эфирді бұзып, халықты арандатып, күндері шамал қалды, күндері айтып отырмын, күндері шамал қалды бұлардың. Халыққа жасаған қиянаты ол деген ол кешірмейді. Айтып отырмын, міне кім жан өзенде кім
қаңтарда кім мына қиянат көрді, Жаңаөзенде қиянат көрді, 1986-та кім қиянат көрді, әскерде балаларынан айырылып жатқан аналар болсын, я бауырынан айырылып жатқан, жазықтан жазық түрмеде отқан қанша, дін жолында отқан қанша азаматтар міне. Дін дейсің, Тоқаев сендердің мешіт анау мынау дейсің, өсіп қалған қыздарына дейін шешіндіріп қойып отырған, орамал жоқ, мешіт жоқ, мектепте әдейі сендерге ақиқатты айтатын кез келді, болды, қарақтай қаптады, ағайындар. Айтып отыр, мына зұлым биліктен кім қиянат көрді, соның бәрін қатарға қосылыңдар, болды. Шынайы түрде, мақсатты түрде, жүйелі түрде. Оны былай айтады, мен қосып кетейін. Ондайды, мысалы, мынау жүйенің, биліктің ғұмырын ұзартып жатқан адамдарды, қылмыс жасап жатқан адамдарды отанға опасыздық дейді. Отанға опасыздық деген бұл үлкен, одан кейін осы ақшасы бар адамдар, олар мемлекеттік төңкерісті де жасады. Оны да дәлелмен білеміз. Мемлекеттік төңкеріс жасау, отанға опасыздық жасау, жаудың жағасын жағалап кеткен адам, бұдан артық қандай дәлел керек? Құдай сақтасын. Қорқпай мен олардан. Қорқақ өздері ғой, Құдай сақтасын. Соғыс болса бірінші шығамыз, анау мынау deysiz елге. Сендерді соғысты жаулап отыр, тупой қазақтар, надандар, үйінде отқан мен ағайын туыс бауырларым шеше. Достар, соғыс болса мен бірінші өтірік әңгімелерін айтпаңдар. Сендер мына зұлымдықты көріп ләммеймін деп ауыздарында шығып, бар кредиттерін төлеп сол бейшара болып отқан кезде сендер соғысқа действительно жау келсе, сендер дейтін не только үй, сендер қазір қатынның юбкілерін астарынан шыға алмай отырсыңдар. Сендер тек тойда сарқанда, анда мында бар, бір-біріне ғана геройсыңдар, ананы бүйтем, мынаны сөйтем, спортсмендер болсын, сендердің өйтіп намыс қорғап жүргендерің не керек, бокста анда мында ту көтеріп, елдің жерін қай кетіп жатқан кезде. Олардың қазір бәрін біледі, өкімет басындағылары. Тек қана мынандай, мысалы мен сөйлеген кезде боқтап сөйлемеймін. Боқтап қоймау керек, сол бір тырнақ астынан кіріздеп, сондай нәрселер. Ал қалғандардың бәріне дәлел бар. Келсін, мәдениетті келсін менің алдыма. Келсін, жіберсін. Олар өзін өте жоғары интеллекті көрсетсін. Құзырлы, мысалы, милиция болсын, әскери азамат болсын. Қалай ол, сасыған анау машинаға апарып салады, бүктеп. Иісі деген анан іші сарала, көгала, қақырық. Иіс деген, мен айтамын, бұл не мемлекет бұл айтса? Қалай мен ана жаңағы азаматтарға айтамын, бауырым деймін. Сен да біреумен ана қол асталмайтын деп қолын алсаң, қолын бермей, мені бір қылмыскер ретінде аяққа қашып баратыр. Соң айттым, бауырым дедім. Мен мынау сендердің болашақтарың үшін, мынау болашақ бүкіл осы халық қазақтың, Қазақстанды жайлаған қазақ елі үшін, жері үшін өлуге дайынмын. Сен соны түсінесің ба деймін. Аяқа формамен қашып баратыр. Сен неге өзіңді мәдениетті жұлқылап қолдан, сен немене? Қылмыскер тауып болдың ба? Мұның бәрін түсіріп отыр ғой, көзің бақырайтып қойып, ертең пенсионерге жетесің ба, жетпейсің ба, үйіңнен жұлып әкетеді ғой сенің өзіңді. Сол заман келеді дедім. Хочешь не хочешь келеді. Халық түгел көз ашық уже. Неге Назарбаев қартайған кезінде ауыл аймақты аралап, неге халықтың арасына шықпайды? Мен өзім сұрақ қоюға дайынмын. 40 жыл отырды. Жауап берсін. Неге Грузинбай? Неге анау Дагестан санау ұйғыр өзбектер бай миллиардер? Неге қазақ бай емес? Мына мен сөзім естіліп жатыр ма, естілмей қалды ма? Естіліп жатыр. Ой, рахмет, алтын қыздар мынау. Бере саған қыздар болды бар. Саламатса. Аян аға, мен президент бар ғой, халықпен вообще кездеспеген, халықпен сөйлеспеген президент бар ғой. Ол жағдайды да, халықтың жағдайын да ойламайды, ол халықпен тілдеспеген, халықты жаңағы прямой халықпен ішінде жүріп кездеспеген президент, ол халықтың жағдайын да білуге де стараться етпейді, білмейді де бар ғой. Президент всегда халықпен кездеседі, халықпен кездесу керек. Халықпен, мен вообще айтатын, халық кеңесі құрылу керек негізі. Халықпен жаңағы президент кездесу керек. Бәрімен кездесе алмайды, хотя бы халықтың представительдерімен кездесу керек. Бірінші халықтың представительдері халықпен тілдесіп, сөйлесіп, проблемаларын түртіп алып,
президентке жеткізсе представительдерді халықтан, сол представительдермен хотя кездесіп қандай проблема, қандай мұң болып жатыр, бәрін, тамақтың бәрін, бағаларын бәрін түртіп алып, өзі білетін еді сонда жағдайды да. А депутаттар бұл ешқашан ол халықтың мұңын айтпайды. Депутаттар халықтың мұңын айту үшін депутаттар жалақылар халықтың бірдей болу керек. Халықпен бірдей болу керек. Сонда олар халықтың мұңын айтады, халықтың мұңын жеткізеді. Егер олардың жалақысы халықтан 4-5 есе көп болса, ол все любой депутат барсын, ана жерде құриды ол деген. Айтып Ол отырмын. халықтың жеткізбейді уже. Ол бай баламен, кедей жаңағы тоқ баламен аш бала уже ойнамай кетеді. Ол үшін халықтың арасында оларды қуу керек. Жүріңдер халықпен, тілдесіңдер, барыңдар магазинге барыңдар, тамақтың бағасын біліңдер, барыңдар қалай тұрғанды халық сайлаған жоқ, оларды болды, все, оларды ауыстыру керек қолын. Иә, жоқ, вообще айтып жатқан, ол ондай жүйе жоқ. Дұрыс жүйе сөйтетін еді, халықпен жүретін еді, халықтың арасында әкімдерде жүретін еді. Қазір бізде әр әкім, әр депутат олар деген халықтың нелерінде отырады да, не істеп жатыр, халық қалай болып жатыр, олар білмейді біреуінде. Оларға и не интересно, потому что олар өзінің жағдайларын жасап қойған, а халықтың жағдайлары оны не волнует. Ол келген жүйеде осылай болады. Галстук таққан бір сондай азаматпен жаңағы жүйе арасында жұмыс істейтін азаматпен сөйлесіп жатырмын, сол сөйтсем айтады, бізде тыныштық қой, тыныштық, мына халықтың арасын арандатуға болмайды, неғып кетеді. Мен айттым, тыныштықсыз сен жеріңнен, мұнайыңнан ажырадың. Газ, ол болашақ, мына халықтың тынысы. Сен теміріңді, көміріңді, алтын, мед, вольфрам, осмин, платина түгел кетті. Көмірің кетті. Анау жер асты үстінде тігетін бидайдың өзін олар еленіп жатыр. Бұл соғыссыз алып жатыр бізден. Берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан. Ертең олар күшейген кезде, табалдырықтан келген адамдар мынау алқыннан келіп қысқан кезде, от соғыстың әкесі ол өте страшнее болады. Олар болашақтарынан өз көрсетіп отыр, қазақтардың өздері ұялмайды, ана Дубайдан барып миллион долларға үй алып, құдай сақтасын. Не үйсіз жүрмеді, а? 500-400-ден үй квартира алып алады. Өкімет қайда қарап жатыр? Неге налог көтермейді? Даже мынау Швеция деген мемлекет, Скандинавия, либеральный социализм. Қандай оларды король билеген. Корольдің өзі кепшемен амандасады. Миллионер, миллиардерлер, байлар жай қарапайым сезінеді. Мигранттардың өзіне үй жоқ па? Үй береді. Ақша төлейді. Итке мысық ояқта кіріса бақытты даже. Оның құқы бар. Адамның жеке басы қадір-қасиеті ерекше қорғалған. Ерекше. Құдайдың несімен, заңымен қашап қорғалған. Мынау сұмдық қой бізде. 21-ші ғасырда уже 8-ші поколенияда көзімізді бақырайтып қойып, тұншықтырып, бүйтіп өмір сүргенше мен өзімнен қорықпаймын. Мен мына болашақ, мына қараймын, көзім мөлдіреп, мына түрмеде отырған қазақтың балдары, көшеге шықсан кішкентай нәрестелер, ауру сырқау болып жатқан онкологический ауру, айналаның бәрі шаң топалаң, жұтып жатқан ауаның бәрі лас. Бұл қалай бұл сонда? Осының бір заңның жоқтығы. Жаңағы бір адамның жеке басына табынғанның кесірі міне. Бір адам, мысалы, мемлекеттік мүлікті... Бір адам абсолюттік власть, бір адам қолында, бір адам шоғырланса, бір адамның қолында, уже ол оқсамайды. Билік бір адамның қолында шоғырланса, ол оқсамайды. Ол билік деген парламентте билік болу керек, сот жүйесінде билік болу керек. Ол егер ол бәрі президентке бағынса, ол оқсамайды. Мұнда деген енді әділет партиясында сайланып жатыр да, солардың деген не программасы жоқ. Ертең халық кім сайлайды да, олар халықпен жүріп жатқан жоқ, программасын нетіп жатқан жоқ. Тупо отыр, өздері жиналыс өткізеді. Да соны мен мысалы біреуінде білмеймін, ертең бар ғой, мен бар десе де бармаймын, кім сайлайсың да білмейсің да, олардың бір программасы жоқ. Халыққа нетіп жатқан, мен осылай істеймін деп ештеңе жүргізіп жатқан жоқ да. Бәрі формально жүргізіп жатыр. Ол сайлау олай өтілмейді. Сайлау болғасын олар деген депутаттар жүру керек, көрсету керек, проектларын, жобаларын көрсету керек, халықпен кездесу керек, бүткіл Қазақстанды аралау керек. Мынандай істейміз деп. Сосын халық деген оларға 1 жыл ма 2 жыл ма не беру керек да. Соны жүзеге асырса асырады, асырмаса қайттан басқа сайлау өткізу керек. И онлайн өткізу керек, цифровизация. Біздің бар ғой, уже ғарышқа ұшып, мына технологиямыз үйімізде бәрі робот болып тұратын жағдайда жетуіміз керек еді 35 жылда. Себебі мынандай немен, туризм десе туризм дамып, ауыл шаруашылық десе ауыл шаруашылық деп жердің, халықтың бәрі халықта
керек жердің бәрі. Үй салам десең, міне жер бесплатно берілу керек. Ауыл шаруашылықпен айналысам десең, міне саған жер, су құбырын өткізіп, ауыл шаруашылықпен айналысуға жағдай жасап беретін мемлекет қой. Ол жоқ. Жер сатып жатыр. Неге? 9-шы мемлекет, 9-шы орында мемлекет, 20 миллион халығымен қалай жер сатылады? Мен до сих пор поражаюсь, это вообще. Мен соны ойыма сыймайды. Жер қалай халыққа сатылады? Егер деген мынандай ауқымды жер халыққа, мен Қытай болса, понимаю, басқа жер болса, но Қазақстанға это очень стыдно бар ғой, жер сату, халқына жер сату. Үй салайын десең де қазір 2-3 миллион кембес жер, 2-3 миллионнан жоғары басталады. Туризм қазір деген ауыл не бізде күшті қалалар бар. Жақсы табиғат бар. Соған деген туризмді күшті дамыса, услугасын дамытып қойса да, қазір искусственный интеллектпен бәрін болады ғой. Бүткіл геолокациялық музейлерің болады, бүткіл городок салып болады ғой. Анда аквапаркмен, кинотеатрмен, жаңа вечерний кешкі кинотеатрмен ауада бәрін жасап болады. Бұйырса, Құдай қаласа. Осы жүйені бірігейік, бәрін істейміз, Қазақстанда. Бұйырса, мен сол осы туризмнен бастағым бетті, осы туризмді тегін ақша ғой. Кеше Алғат Жокер Тоқаев айтады, туризмді дамыту, туризмді деген жаңағы Facebook, TikTokта деген туризмді размещать ету керек, соны тарату керек дейді. Мен айтамын, затын таратады, бізде Қазақстанда туристический жерлер бар ма? Бар табиғат, ол табиғат, бірақ шетел елдерде де бар, ол любой қалада, любой қаз елде табиғат бар, ол біз үшін табиғат үшін келмейді, оған бөлек новшество керек, да, чтобы оларды привлекать ету үшін. Оларға заманауи не керек? Заманауи қазіргі заманға сай күшті нелер керек. Ойлап табу керек туризм дамыту үшін. Ол сен бір природымен сен не удивишь қазір деген. Природың қазір Европада бар, Америкада бар. Ол үшін келмейді. Туризм. Техниканы бар ғой, сосын Алғат Жокер техника өзімізде дамыту. Тоқтаңдаршы, амандасып алайық. Тоқаев қалайсың? Сәрсен ағаға сөз бер. Мына технологияны өзімізде шығу керек қой, технологияны. Әлі күнге дейін бір технология шығармаймыз. Қажеті жоқ айналайын, оны так білеміз. Мен сендерге бір зат айтайын. Нарда енді қарайған адам 200-дің үстінде адам айтып отыр. Сәрсен аға, естілмей жатсыз, Сәрсен аға. Жокер, сен айттың ба, мынау құлдарың, пациенттерің 23 августте митингке шығуға дайын ба? Солай социальный опрос қойып көрші? 23 августте негізі бұлай жекеде шығып жатыр ғой, қосылып жатыр ғой. Үші тамыз деп. Адамдар негізі оянып жатыр, үлкенді, кішісізді, ауылдағыларды бәрі. Халық оянып келе жатыр. Мен сендерге айтайын, жер Ақтау қаласында жерді сатады, акимат жерді сатады халыққа, 10 сотка жерді сатып жатыр. Мен 2006-та жерге тұрдым, 2011-де маған ініміз екеумізге жер бөлінді. Сәрсен аға, жерді бар ғой, сен жерді Қытай алып жатыр, Қытай. Сенде сатып алатында жер қалмайды. Жоқ, түсініп тұрмын ғой, бізге сатты ғой, бізге сатып жатыр, біздерге, өзімізге. Мына Қазақстан азаматына сатып жатыр. Назарбаев кезінде сатты бәріне. Тартып алу керек олардан, тартып, бұл жер менікі деп, сен ата бабам. Жоқ, соны айтып отырғаным ғой. Бұл Қытай басқа, біздердің өзімізге сатып жатыр ғой. Ақтауда жердің бәрін сатып жатыр. Айтшы, халыққа, білесіздер ма? Тегін жер жоқ. Сол айтайын деп. Жерді қоя тұрыңдар, жерді Қытай алып. Тегін деген болмайды ғой, құлдар сендер жаман үйренгенсіңдер, тегін палау жеп